Баршаңызға қайырлы күн қыздар, сіздермен Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода шайға арналған десерттердің бірін дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, дәмі де өте керемет болып шығады. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Менің арнама тіркелмесеңіздер, астындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір банка сгущенканы құйып аламыз. Оның үстінен 3 ас қасық какао қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырдық. Енді үстінен ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап тағы да араластырамыз. Міне біздің шоколадты массамыз дайын болды. Енді кез келген осындай печеньені аламыз. Оны блендерге салып, жақсылап майдалаймыз. Сіздерде блендер болмаса, кәдімгідей салафанға салып, сыртынан оқтаумен езсеңіздер болады. Осылай жақсылап езіп алдық. Алдыңғы дайын тұрған шоколадты массамыздың үстіне езілген печеньемізді салып, жақсылап араластырамыз. Барлық печеньелерімізді осылай шетінен салып отырып араластырамыз. Барлығын бірден салсаңыздар жақсы араласпай қалуы мүмкін. Сол себептен осылай шетінен салып отырып жақсылап араластырып аламыз. Бұл десертке керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Үйдегі кәдімгідей бар заттармен жасай берсеңіздер болады. Ешқандай да артық зат керек емес. Міне бізде осындай масса болып шығуы керек. Енді үлкен қасықпен шетінен осылай қолымызға алып отырып, ең алдымен бірінші домалақтап аламыз.
Одан кейін видеода көрсетілгендей етіп әдемі формамызға келтіреміз. Қалауларыңызша өздеріңіз қалаған формаларыңызға келтіре берсеңіздер болады. Кәдімгі құрт сияқты ғып жасасаңыздар да болады. Қолға жабыспай, кәдімгідей әдемі болып шығады. Мен осылайнан әдемі формаға келтірдім. Міне осылай әдемі болып шықты. Барлық массаларымызды осылай формаға келтіріп шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп пышақтың көмегімен осылай жақсы әдемі формаға келтіреміз. Міне қарасаңыздар, барлығын бірдей әдемі формаға келтіріп шықтық. Енді үйдегі бар арық жаңғақтарды аламыз. Мен 3 түрлі жаңғақ алдым. Жаңғақ және де фисташковый, миндаль үшеуін алып, осылай видеода көрсетілгендей етіп, пышақпен езіп майдалап аламыз. Дайын тұрған десерттерімізді орехтарымызға осылай екі жағынан аунатып аламыз. Сіздерде жаңғақ болмаса, кәдімгі кокосовый стружкаға да аунатсаңыздар болады. Міне біздің десерттеріміз дайын болды. Бұл десерттің аты трюфелі деп аталады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте әдемі, дастарханға да ұсынсаңыздар, ерекше болып шығады. Алдағы уақыттарда сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп алыңыздар, лайк басып және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.